бір кісі Құранды жаттай алмаса да қайта-қайта оқи береді екен. Күндердің күнінде ол кісінің ұлы: «Әке, не үшін Құранды жаттай алмасаңыз да қайта-қайта оқи бересіз?» деп сұрады. Сонда әкесі: «Ұлым, көмір таситын себетті алып, су алып кел» деді. Ұлы таң қалып: «Бұл мүмкін емес қой» деді. Амалдап болса да суды толтырып алды да жүгірген бойда әкесінің алдына әкелді. Бірақ себетте су қалған жоқ. Осылайша 5 рет, 6 рет қайталады. Бірде-бір рет су әкеле алмаған ұлы: «Әке, айттым ғой, мұның сірә амалы жоқ. Себет суды ұстап тұра алмайды, су лезде ағып кетеді» деді. Әкесі: «Иә ұлым, мұның басқа амалы жоқ. Бірақ себеттен қандай бір өзгеріс байқадың ба?» «Иә әке, себет көмір таси бергеннен қарайып кеткен еді, ал суды құя бергеннен тазара бастады» деп жауап қайтарды. «Міне көрдің бе балам, дүниенің тіршілігі деп жүрегіміз қарайып кетеді. Ал мына Құран су сияқты қарайған жүректі ағартып, мөлдірлік, тазалық, тұнықтық қасиеттермен безендіреді» деген екен.